ақ көңілдікті аңқаулықпен шатастырмаңыздар дегім келеді да кейбір адамдарға осы жердегі. Енді жаңа пікірге қалып кеттім да, Бекзаттың айтқан ата-ананың тәрбиесі бәрібір керек деп ше. Бекзат, сен енді ата әжеңнің қолында өскен бала ретінде мына пікірді сен айтқаның дұрыс емес болып қалды да, или мен дұрыс түсінбей қалдым. Әттең ата-анамның қолында өскенім дұрыс бет деген өкініш бар ма сенің ішіңде? Әлде ата әже шын мәнінде дұрыс тәрбие бере алмайды деп ойлайсың ба сен өзің? Жоқ, мен бағана айтып кеттім Нұржан. Кішкене өйтіп бұрмасай. Ата әженің тәрбиесі деген бөлек болады. Ол да ерекше. Ол төмен деген жоқпын мен. Мен де сол кісінің тәрбиесінде өстім. Бірақ та кейін енді ата әжем қазір мысалы жанымда жоқ ол кісілер. Ал қазір ата-анамның тәрбиесінде кейін бала кезімде қаны өспегеннен кейін қазір маған қиындау болып жатыр. Жоқ, енді соны айтып жатырмын. Ата әженің тәрбиесінің арқасында сен осындай деңгейге жетіп отырсың да, сен жаман болып отқан жоқсың. Ол кісілердің де тәрбиесі жақсы. Бұл кісіде енді әкесі жоқ болып тұрғаннан кейін Нұрдәулеттің өзінің де әңгімесі бар да, мен біреудің баласына мен әке бола алмаймын, мен оны қабылдай алмаймын деген өз қатысушы болып келген кезде айтқан әңгімесі бар да. Бұл жерде қыз өзі айтып отыр, ата менің өзімнің анам әкем қарайды деп отыр, оны ары қарай ата әженің тәрбиесі бөлек, әке-шешенің тәрбиесі бөлек деп айтудың қажеті жоқ. Бұл жерде тағдыр осындай жасап тұр ма? Болды, көндігу керек болды. Көндігу керек, сонда бала ше. Адам өзін ойламау керек, адам деген кішкене баланы ойлау керек. Сосын маған қара тоқта айтып тастайын. Мейірім ханымның айтып тұрғаны, үміткер қыздың айтып тұрғаны жай ғана Нұрдәулет бәрібір де біреудің баласына әке бола алмаймын ғой деп айтты кезінде деп амалсыздан айтқан сияқты менің ойымша. Солай кішкене ата-әжесінің қолында өседі, әйтпесе қай ана баласын тастап кетеді? Жоқ, Баласа ханым, мен де ата-әжем өсірді, воспитала меня бабушка с дедушкой. Бірақ Нұрдәулет айтып жатыр ғой, ата-әже бақса түк кетпейді деп. Ана мейірімі ол басқа. Балаға аналық керек. Мен, например, өз басым ешқашан еркек үшін тұрмысқа шығамын деп баладан бас тарта алмаймын олай. Сол үшін мен түсінбеймін, сенде Нұрдәулет балаң жоқ, сол үшін сен оңай айтуға да саған, бірақ балаң болғанда ол бөлек. Жоқ, Саида, Нұрдәулет айтасынайшы, Саида сен жеке тұлғасың, сенің өзіңнің ойың бар. Бұл кісі жеке тұлға, бұның да өзіндік ойы бар. Мен де жалғыз анамын ғой, жалғыз ана болып, баламды өсіріп жатырмын. Жалпы енді ана болғанымен ішінде бөлінеді ғой, жеке тұлғасыздар ғой сіздер. Бұл кісінің өзінің ойы бар. Сіз неге ондай ойыңызбен бұл кісінің ойына қарсы шығу керексіз? Мен өзгерте аламын басындағы нәрсесін, что бала ата-әжеде өсіруге болады деп. Олай болмайды. Иә, мейірім жаңа енді мысалы Бекзат айтып жатыр, иә. Бәлкім сіздің өзіңіздің қалауыңыз басқа шығар дейді. Ал сіз дәл қазір балаңызбен бірге болғыңыз келсе де, Нұрдәулеттің айтқан талабы бойынша сол бір талапқа көніп отырған жоқсыз ба? Деген сияқты сұрақ қойылып жатыр ғой сізге. Мен баламы өзім кішкентайынан өстірмеген, сол үшін ата-анамда қалған. Өзім жалғыз қыз болған үшін баламды сол үйдегілер бағып алған ғой. Ал мен негізі балам қасыма алып, өзім алып жүргім келеді, бірақ менде қазір жағдай болмай тұр. Сол үшін. Сонда бірақ сол сізді енді ана деп айта ма, анашым дегендей? Жоқ, мені анашым демейді. Айта ма сізді? Кішкентайынан тастап кеткен үшін мені танымайды қазір. Танымайды сізді. Ал туылған бойда сіз өзіңіздің анаңызбен яғни ата-әжесіне қолына бердіңіз. Сол кісілерді ата-ана деп айтатын болып тұр ғой, әке деп. Түсінікті. Ал бірақ қазір қаншалықты жиі барып тұрасыз? Көп бармаймын. 3 жылда бір сөйтіп барып тұрам ғой. 3 жылда бір. Өйткені мен өзім анам мен әкем ажырасып кеткен, сол үшін менде көп баруға жағдай жоқ. Вот соны айтамын, Баласа ханым. Ата-әжелер өтінішке орай қайтыс болып кетеді. И сол кезде балада потеря болады, понимаешь? Мен де вот әжем қайтыс болғанда, мен мысалы потеря болып қалдым. Себебі анамен байланыс не образовалась, связь эмоциональная, такая связь не образовалась. И әжем қайтыс болғанда, мен мысалы потеря болып қалдым. Сіздің балаңызды ойлап, сол үшін мен уайымдап жатырмын бала үшін. Сіз ана болып, өзің орныңызды білуіңіз керек, аналық көрсетуіңіз керек балаға. Я Баласа ханым. Мейірім ханым, бір сұрақ қойып кетсем, неге кішкентай кезінен беріп кеттіңіз, бір белгі себептер болды ма, бір аналық махаббатыңызды бере алмай қиып кеткен, не себеп, қандай жағдай болды сізде? Аналық махаббатымды беріп жүрдім, просто менде жұмыс істеу керек болды. Біздің жұмыс үшін ғана
ата анаңызға қалдырып өзіңіз Иә, бөлек шығып өзім кеттіңіз, жалғыз баланы өсіртіп қарау қиын болды маған. Мынау бұл орайда ше мен түсінгенім бойынша Балауса ханым негізі мейірім айтып отыр да, мен негізі үйдің жалғыз қызымын деген сияқты. Үйдің жалғыз қызы болғаннан кейін мамасы мен папасы барынша сол өзінің баласы қылдырып істеп алған да бұл жағдайда. Атасы мен әжесі де өзінің қалауы болып тұр да. Бірден бәріміз бүйтіп айтып керек емес сияқты. Тағдыр әртүрлі болады. Мысалға да бұл кісінің қалауы да сол болып тұр да. Және де бастапқыда атасы мен апасымен де тұрған дұрыс шығар, себебі Нұрдәулет ол атасы әжесі беретін мейірімді бұл да бере алмайды. Сондықтан әзірге ол дұрыс дүние сияқты. Атасы мен әжесі қолда қалған. Балауса ханым дегенменен де жаңа айтып жатыр ғой, бәлкім жағдай жетпей қалды, жалғыз өсіре алмаймын деген сияқты. Бірақ та мен шынымен енді Балауса ханым ана деген ол өмірдегі ең бір андай Құдайдың берген сыйлардың бірі ғой. Бірақ та дегенменен де мен анам жоқ Балауса ханымша, бірақ та сол аналық мейірім дегенді мен уже жан жағымнан іздеймін деген сияқты дүние ғой. Бірақ та қазір енді бала кішкентай ғой, ата әжесімен тұрады. Ол жаман нәрсе емес, бірақ та дегенменен де өскеннен кейін қалай ол бала өзінің анасын тірі екенін біле тұра Балауса ханыммен қалай жүреді деп ойлаймын да мен. Сол нәрсе маған қатты өтеді. Жоқ, көрдіңдер ма, қараңдаршы, әркімнің тағдыры әртүрлі. Мысалы, Саида басқаша айтып отыр, сен басқаша айтып жатсың. Көрдіңдер ғой. Мен мысалы әжемнің қолында өстім, әжем қайтыс болды, бірақ та мен қазір әкеммен де, шешеммен де, анаммен де ара қатынасым өте жақсы, өте түзу, сөйлесіп тұрам. Олар маған ақылын айтады, тыңдаймын. Бірақ та адам өзінің тәрбиесін өзі жөндемесе, ол бәрібір үйден көрген тәрбие, ол сырт жақта жүрген кезде өзгеріп кетуі мүмкін. Негізі Балауса ханым ондай нәрсе талай көріп жатырық қой. Үйіндегілер мысалы ата-анасы қандай жақсы адамдар, бірақ та баласы дұрыс емес жолда жүрген адамдар көп та, мысалшы. Сол себепті тәртіп ол адамның өзіне байланысты өскеннен кейін. Жоқ, Нұрдәулет, қара, сенің ата-анаң жанында болды ғой, бірақ ата әжең де ата-анаң жанында болды ғой сенің. Сен бір үйден сол 4 кісіден сен тәрбие алдың ғой, бірақ сен ата әжеңден ғана тәрбие алған жоқсың ғой сен. Бір үйде болған жоқпыз, Бекзат. Ал мейірім, мен балам сол жаққа тастап кеттім, арасында ғана бір барам деп. Менде де тура сондай болған. Мен ата-анамның қасында болған жоқпын. Мен таза әжемнің қасында болдым. 2 бауырыммен. Бірақ Нұрдәулет, сен ата-анаңа үйтіп айтпағанда көрдің ба, бұл қосылайыққа ертең эфир қалады Балауса ханым, бұл осы эфир тарих болып қалады, ертең бала өсет көреді деген сияқты дүниелері бар ғой бұл жақта. Сол Балауса ханым, мен әр кез айтатыным сол нәрсе ғой. Кейін мысалға бала өскеннен кейін де мейірімді өзінің анасы емес әпкесі ретінде қабылдауы мүмкін да. Сол біздің айта алмайтыны, кейін ол ана деп те аузына алмай қалуы да мүмкін. Соның кішкене ең қиын нәрсе бұл. Иә, Балауса ханым, мынандай дүние ғой енді. Болашақта, мысалы үшін, ата-анаңыз мәңгілік емес, бәріміз кететін адамдармыз да. Ертеңгі күні ол бала өсет, 10-ға келсін, 15-ге келсін, 20-ға келсін. Бірақтан менің анам, менің әкем деп бүйтіп барып сырласатын адамы жоқ ол кісінің. Болмаса, сен былай жаса, сен былай жаса деп айтатын. Анасы жоқ, о балаң тағдыры не болады сонда? Сіз негізінде былайдан түзуіне қарайтын болсаңыз, өміріңізге, тағдырыңызға ертерек сол балаңыздың қасына барып, сол балаңыздың ана деген сөзін есту сияқты. Әр ана, әр бала ана дегісі келеді. Ана бала деп шырылдайтын адамдар ғой. Негізі уақытыңыз бар, 5-ақ жаста Нұрдәулетке емес, балаңызға қарай қаттырақ көңіл бөліп, соң уақыт қасында болғаныңыз дұрыс сияқты. Негізі енді әрине сізді түсініп отырмын, мейірім, көңіл күйіңіз түсіп кетті. Ол сіздің жеке өміріңіз. Әрине бәлкім ойламаған да шығарсыз, енді дәл осы ортаға келіп, бірінікі ақыл болуы мүмкін, бірінікі кеңес болуы мүмкін. Бірақ кейбір жандардың айтылып жатқан дүниелері өздерінің басынан өткізген тәжірибелері. Сіз жыламаңыз, көңіліңіз босап тұрған шығар, түсініп тұрмын. Уайымдамаңыз, бәлкім сіз біраз нәрсені бізге айта алмай отырған шығарсыз. Жыламаңыз. Мейірім, жыламаңыз, өзіңізге келіңіз. Айтарыңыз болса, айтыңыз бізге. Мейірім, енді біз сіздің жүрегіңізді жаралағымыз келген жоқ әрине, бірақ бұл жерде әркімнің басынан өткен шын оқиғасы айтылып жатыр. Сондықтан да
бәрі де бала тағдыры не болады екен, қалай болады екен, болашағы қалай болады, Нұрдәулетпен бірге қалай болады, Нұрдәулет бұл баланы ала ма, қарай ма деген сұрақтар талқыланатын болғаннан кейін балаңыз сөзге ілесіп жатыр ғой енді қазір. Жоқ, бұл жерде қазір бәрі айтып отыр ғой. Сен балаңы қармай, еркектің арқасына жүрсің депсіз. Сол сөздер маған қатты тиіп кетті да, мына жердеші. Мен де бақытты болуға лайықтымын ғой. Просто маған қатты тиді да. Әрбір адамдан әрқалай тағдыр болады ғой. Мен де бұл тағдырды өзім таңдап алған жоқпын ғой. Адамдар неге былай қатыгез болады? Маған сол қатты тиіп кетті қазір. Мен де баламы қасыма алып жүргім келген, бірақ менде жағдай болмай тұр. Сол үшін Түсініп тұрмын. Сырт көзге Мейірім ханым, сізге ой айту, пікір айту, ол өте оңай. Мен түсініп тұрмын. Сіздің көргеніңізді басқалар көрген жоқ бәлкім. Дәл сіздің қалай болғанын ешкім білмейді. Сондықтан сырттан айту оңай шығар. Бірақ сіздің шындығыңыз біреу. Нұржан? Иә, Мейірім ханым, енді айып етпеңіз, осындай жігіттер айтып жатыр ғой. Енді әрқайсысы өзінің басынан өткен нәрселерін айтып жатыр. Сізге жаман болсын деп айтып жатқан жоқ ол нәрсені. Ана мейірімі деген я шынымен де бөлек қой. Бірақ енді жігіттер де дұрыс түсінбей жатыр да, сізді бір тастап, бір баладан безіп кеткен адам сияқты көріп жатыр ғой. Жігіттер бұл ханым баласын тастап кеткен жоқ. Баласын тастап кеткен жоқ. Бірақ өзінің жұмыстарымен, тірліктерімен кеткен. Ертең осындай әңгімелерден кейін, ертең өмірден сабақ алып, мүмкін қайтып барып қалатын шығарсыздар. Ата-ананың тәрбиесі бөлек деп айтып жатыр ғой. Бірақ ата-әже де сол тәрбиені бере алады. Жігіттер, қыздар. Былай қатты. Сіз де бақытты болуға лайықсыз. Ауыр айтып жіберді я жігіттер. Сіз де балаңызға көңіл бөліңіз, бай іздейтін не жұмысыңыз деген сияқты қатты айтып жіберді ғой. Иә, бұл кісі де бақытты болуға лайықты. Бұл кісі де бақытты болып, ары қарай баласына да, жігітке де көңіл бөле алады. Өйтіп қатты айтпаңыздаршы, жігіттер келіп алып. Ол кісінің басындағы тағдыр мүмкін сіздердің бастарыңызға беріп қалуы мүмкін. Просто балаша ханым мынандай ғой, бақытты болуға лайықтымын деп жатыр. Бірақ та сонда бала бақытты болуға лайық емес па сонда? Жоқ, енді бала бақытты емес қой қазір. Ойланады. Жылу іздейді деген сияқты. Бала далада емес, бала жетімдер үйінде емес, бала әке-шешесінің қолында ғой. Мейрам, сіз бақытты болуға лайықтысыз. Просто мен сізге айтқым келгені, вы должны найти мужчину, который ответственность возьмет. Сіз үшін жауапкершілік, и бала үшін жауапкершілік алатын адам керек сізге. Сіз де бақытты болуға лайықтысыз, мен лайықты емес деп айтқан жоқпын. Енді сол үшін келіп тұр ғой Мейірім бұл жерге. Енді бұл кісі баланы айтып жатыр ғой, ата-анасында қалсын деп. Ей нужен человек, который өзін қабылдайды, и баланы қабылдайды. Жауапкершілікпен, мейіріммен сізді күтетін адам бар деп жігіттер, түсініп тұрмын, әрқайсыңыздың жаныңыз ашып айтып жатқандар бар, бақытты болсын деп жатқандарыңыз бар, басқасы бар. Мүмкін өздеріңіз бір сырласып сөйлесіп аларсыздар. Одан сайын көңіл күйін түсіргіміз келіп тұрған жоқ. Сырласуға сіздерді жіберейік, Мейірім, жыламаңыз. Иә, сөйлесіп қайтыңыздар. Құрметті көрермен, енді оңай емес, әрине. Қазір сөйлессін, сырласын, содан кейін білерміз, таныстық жалғаса ма жоқ па дегендей. Біз әрі қарай жалғастырамыз, және де біз ортаға Абылайханды шақырамыз, келіңіз. Құрметті көрермен, біз Абылайхан